Сәлеметсіздер ме, құрметті Санквиз YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге өте қызықты 45 сұраққа иә немесе жоқ деген жауап беретін боламыз. Ендеше ойынымызды бастайық. Бірінші, бізде бамбук ағаш емес, шөп өсімдіктеріне жата ма? Иә немесе жоқ? Дұрыс жауабы бізде иә. Келесі сұрақ. Күн жүйесіндегі ең ыстық планета Меркурий ме? Жоқ. Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтай ма? Иә, дельфиннің миының жартысы кезегімен ұйықтайды, сондықтан бір көзі ашық болады. Келесі сұрақ. Найзағайдың температурасы күн бетінің температурасынан жоғары ма? Найзағайдың температурасы күн бетінің температурасынан жоғары ма? Жоқ, қате жауап. Найзағай орташа температурасы. Акулардың сүйек қаңқасы бар ма? Эйфель мұнарасы жазда жылудың әсерінен биіктей ме? Сахара жеріндегі ең үлкен шөл ме? Дұрыс жауап дейді. Венера планетадан күн батыстан шыға ма? Адам ағзасындағы ең үлкен орган бауыр ма? Аралар ультракүлгін сәулелерді көре ала ма? Иә. Марста су мұз түрінде бар ма? Иә. Австралия құрлығы айдың диаметрінен үлкен бе? Иә. Айдың диаметрінен 3474 километр үлкен. Құмырсқалар мүлдем ұйықтамай ма? Жоқ. Байкал көлі дүние жүзіндегі ең терең тұщы көл ме? Иә, деп, Байкалдың тереңдігі 1640 метрге жетеді. Ғарышта үнсіздік орнаған себебі онда дыбыс. Иә. Пілдер секіре ала ма? Жоқ, піл секіре алмайды. Поляр аюларының терісі ақ түсті ме? Жоқ, дейді. Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро ма? Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро ма? Қалай ойлайсыздар, достар? Кім жауап береді? Жоқ. Страус түйе құс артқа қарай жүре ала ма? Дұрыс жауап жоқ. Адам денесіндегі ең мықты сүйек жақ сүйегі ме? Ең мықты сүйек ортан жілік. Медузалардың денесінің 90%-ға жуығы судан тұра ма? Иә, дейді. Күн жұлдыз ба? Жоқ. Жарқанаттар құстарға жата ма? Алмаз жердегі ең қатты материал ма? Иә. Тынық мұхиты жер бетіндегі ең үлкен мұхит па? Иә. Барлық жыландар жұмыртқа сала ма? Жоқ, кейбір жыландар, мысалы сұр жыландар керісінше тірі туады, дейді. Африка құрлығында пингвиндер өмір сүре ме? Иә, иә. Алтын тот баспайтын бағалы металл ма? Иә. Найзағай бір орнына 2 рет түсе алмай ма? Жоқ. Найзағай биік ғимараттарға, мысалы, жылына 10-даған рет түседі. Өсімдіктер түнде де оттегін тұтына ма?
Иә, қарлығаштар ұшып бара жатыр, ұйықтаймын. Иә. Шай әлемде судан кейінгі ең ішілген сусын. Иә. Австралияның ресми астанасы Сидней ме? Жоқ. Канберра қаласы. Нейтрон оң зарядталған бөлшек пе? Жоқ. Хаббл телескопы жердің орбитасында айналып жүре ме? Мысықтар әлемде тек ақ қара түсті көрмей ме? Мысықтар әлемде тек ақ қара түсті көрмей ме? Адамның жүрегі денеден саналса да уақыт жасауға бере ме? Иә. Платон Атлантида туралы алғаш иә дейді. Айдың өз жеке жарық бөлу қабілеті бар ма? Жоқ дейді. Жер атмосферасындағы зат газ оттегі қарағанда көп пе? Иә. Дүниежүзідегі ең кішкентай құс. Иә. Адамның миы ұйықтағанда да белсенді жұмыс істей бере ме? Иә. Бамбук ағаш. Иә.